Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Мерей. Бүгін біз өте дәмді болып шығатын және де 3 қана заттан жасалынатын оңай салат жасайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, жақындарыңызды дәмдімен қуантыңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Салатқа керек барлық заттарды видеоның астына, яғни описаниеге жазып қоятын боламын. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып салып, сүтімізді араластырып дайындайтын боламыз. Және шымшым бұрыш, шымшым тұз қосамыз. Дәміне қарай араластырып, табамызды баяу отта қыздырамыз. Үстіне жарты бөлігін құямыз және жұмыртқалы блинчигімізді дайындаймыз. Яғни құймағымызды дайындаймыз. Міне осылай болып шығады және келесі бетіне аударатын боламыз. Сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Бұл ерекше және де оңай жасалынады. Қалған бөлігін құйып, тағы да пісіріп алатын боламыз. Піскен құймағымызды алып, тақтайға қоямыз, бөліктерге бөліп, соломка етіп тураймыз. Турап алған жұмыртқалы құймағымызды бір ыдысқа саламыз және үстіне тауықтың етін турайтын боламыз. Мен төс етін қолдандым. Алдын ала тұзды суда пісіріп аламыз. Үлкендеу етіп турадым, өйткені салатта әдемі көрінетін болады. Үстіне горох пен майонез қосып, жақсылап араластырып аламыз. Горохтың орнына жүгері қолдансаңыздар болады. Міне осылай болып дайын болды. Енді ыдысымызға салып, ұсына береміз. Міне достар, біздің салатымыз дайын болды. Өте оңай әрі өте дәмді болып шықты. Менімен бірге жасап көріңіздер, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және алда менің каналымнан қандай рецепттер күтесіздер, сол туралы да жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Қош сау болыңыздар.